тарихты, тарихи жадыны қалпына келтіру өте маңызды. Осы тұрғыда не ұсынар едіңіз? Бұл сұрақ бойынша да енді осы алаш қайраткерлерімен байланыстырғым келіп отыр. Бірінші, Сырым Датұлы бастаған ұлт азаттық көтерілістен бастасам, кіші жүздегі халықтың патша үкіметінің орталық саясатына қарсылығы, жерді пайдалану жүйесін қалпына келтіру және тағы басқаларын мақсат етті. Одан кейін Исатай мен Махамбет көтерілісі бар. Бұл көтерілістің басты себептерінің бірі жердің жетіспеушілігі. Шұрайлы жерлерді Юсупов, Безбородко сияқты помещиктер алып алып, жаңағы қазақ өз жерін өз жалға алатын жағдайға жеткен болады. Кенесары бастаған отаршылдық саясат қарсы өрбіген ұзаққа созылған көтеріліс бар. Патша үкіметі қазақ жерін тартып алып, бекіністер салуы, қазақ өз жерін өз жалға алып пайдалануы, түтін салығы, жол салығы айта берсе көп. Бұлардың барлығы қазақтың түбіне жеткен еді. Одан кейін Жанқожа да отаршылыққа қарсы көтеріліс ұйымдастырды. Есет Көтібарұлы бар, Ресей империясына қарсы көтеріліс ұйымдастырды. Маңғыстау көтерілісі бар, Кейкі Батыр бар. Отарлау империалистік саясатқа қарсы өрбіген 1916 жылғы көтеріліс. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде жаңағы орталық езгінің күшейе түсуі, жерді тартып алу, орыстандыру, салықтар, патша жарлығы, Куропаткин әрекеті әлеуметтік экономикалық саяси мәселелерге байланысты болды. Осы орайда мына Мұхамеджан Тынышпайұлы былай деген екен, қазақ елі бодандыққа түскеннен кейін олардың қуаныштыгіні болмады деп сипаттаған екен. 1929-31 жылдары ресми мәліметтері бойынша 372 көтеріліс болған екен. Әскери күшімен аяусыз басып тастап отырған көтерілістермен оған қатысқан адамдардың саны әрине ресми мәліметтерден қарағанда әлдеқайда көп. Күштеп ұжымдастыру, Голощекиннің кесірінен халықтың аштан қырылуы, сотталғандары бар, сотсыз, тергеусіз ату, жазалау қатары жүріп жатты. Голощекин Сталинге жазған хатында былай депті: мынау көтерілістерді ұжымдастыру және тағы басқаларынан емес, тап күресінің шиелене түсуінен деп осыны бас көтерудің себебі ретінде көрсетуге тырысқан екен. Енді ашаршылыққа қазақ халқының азалы жылдарына тоқталмаса болмас. Бірінші ашаршылық 1916-18 жылдары болды, екінші ашаршылық 21-22, үшінші ашаршылық 29-33 жылдары болды. Ашаршылықта қаза тапқандардың санын анықтау, ұлттық сана сезімге тигізген зардабын және тағы басқаларын зерттеу аса маңызды. Осы орайда жалпы менің түсінігімде мынау тарихи кинолар, деректі фильмдер түсіріліп, ғылыми жұмыстар көп жазылу керек. Және асын сызып айтатын мәселе, қазақ зиялылары ашаршылық көтерілістер осылар тұтас алып түсіндіру керек.